сәлеметсіздер ме? Сіздермен Жаданова Жақсыгүл. Дәл қазір біз квадратты функция модульге тақырыбы бойынша екінші тапсырмаларды орындайтын боламыз. Тапсырмалардың біріншісіне тоқталайық. Бізде модульдің астында 16 минус 4х квадрат функциясы берілген. Осының графигін салу үшін біз модульсіз жазып аламыз. Бұл функция бізде мына функцияға ұқсас болып келеді. Ал x квадрат қосылған n. Бұның біз бірден төбесін таба аламыз. Төбесі 0-де n болып тұрған еді. Енді мына функцияға ұқсамайды десеңіздер, жай ғана орын өзгертейік. Орын ауыстырсақ, ешқандай мағынасы да ештеңе өзгермейді. Сол кезде x квадрат плюс n-ге келіп тұр. n-нің орында бізде 16 тұр, 0 сол күйі қалады. Сонда төбесі 0-де 16. Енді тармағы бізде төмен қараған парабола шығады. Төбесі 0-де 16 мен примерно мына жерді алайын. 16 деп. Енді тармағы төмен қарағандықтан бізде біліп көріп тұрғандарыңыздай OX өсімен қиылысу нүктесі бар. Оны табу үшін мен OX Y-ті 0-ге теңестіремін. Сол кезде қарапайым квадрат теңдеу шығады. 16 минус 4х квадрат тең 0. Сонда 16 тең 4х квадрат деп алатын болсам, x квадратымыз 4-ке тең, оның 2 мәні бар, плюс минус 2. Сонда минус 2 мен плюс 2-ден осы нүкте арқылы 2 тармағы өтетін болып тұр. Бүйтіп салайын примерно. Енді бізге керек жалпы функциямыз модульдің астында болған еді. Сол үшін бізге модульдің астында болса, бірінші, екінші шеректе ғана орналасу керек. Үшінші, төртінші шеректегі графигін жоғары қарай көтереміз. Сонда мына тармағын зеркально үстіне көтеретін боламыз. Примерно осындай функция шығады. Яғни мына төбесі бөлігі қала береді, тек жай ғана 2 тармағын жоғары қарай көтереміз. Бұл бізде Y-те модульдің астында 16 минус 4х квадрат функциясының графигі. Енді екінші тапсырманы орындайық. Дәл солай біз модульсіз жазып алайық. Модульсіз жазып алсақ, бізде 2 төбесі дайын екенін білеміз, себебі мына формулаға келіп тұр. Бұл жерде бізде бір төбесі m-ге, екінші төбесі n-ге тең. Оның орында плюс 1-ді екінші жаққа жіберсек минус 1, n-нің орында минус 2 тұр. Сонда төбесі минус 1-де 2 клеткадан алам, минус 2. Тармағы жоғары қараған парабола. Сіздер тармақтары өтетін нүктелерді табыңыздар. Мен примерно сызып кетем. Енді менің функциям модульде. Модуль болған үшін мен мұна бөлігін зеркально үстіне қарай көтерем. Сонда бізде пайда болған график міне. Көріп тұрғандарыңыздай. Осы. Яғни Y-тен модульдің астында x плюс 1 квадраты минус 2 функциясының графигі. Келесі. Y-тен модульдің астында x минус 2 и сыртында квадраты функциясының графигін салайық. Ең алдымен бізде модульсіз жазып алатын болсақ, x минус 2 квадрат. Бұл бізде мына формулаға келіп тұр. Төбесін біз білеміз, үнемі m-да 0. m-нің орында 2 тұр, и 0 бізде үнемі всегда жазылады. Енді төбесі бізде 2-де 0, тармағы жоғары қараған парабола. Сонда графигіміз міне. Ешқандай өзгертудің керегі жоқ. Неге? Себебі бізде бұл бірінші және екінші шеректе орналасқан. Егер мына бөлік төмен түсетін болғанда, біз OX өсі бойынша симметриялы жоғары көтеретін едік. Ал бұл бізде дайын график. Келесі. Модульдің астында x минус 2-нің квадраты плюс 3 функциясының графигін салу үшін модульсіз жазып алайық. Біз жаңағы айтқандай, төбесі бізде дайын 2-де 3 салайық. 2 мен 3 тармағы жоғары қараған парабола. Тармағы жоғары қараған парабола сызатын болсам, қайттан өшіріп салайын. Бұл жерде де бізде бірінші және екінші шеректе орналасып тұр. Яғни бұл жерде
ешқандай симметриялы көшірудің қажеті жоқ. Y-тің өзі итакты оң мән қабылдап тұр деп айта аламыз. Назарларыңызға рахмет, сіздерге түсінікті болды деген ойдамын.